сәлеметсіздер, тамағымсыздар. Мен өзіме қазір оқуға жатырсың. Осында қолданамын, өте күшті. Бетті қалпына и сәбидің несі сияқты. Мен бұны күніге қолданамын. И бұның өзінің сабынымен, үстеге жағатын сабынымен и шампунь бар. Бұны әр жерде сатыпсыз. Күніге бұны істеп жүрем. Бетімді оғана дәмілей түзедім. Бұны мен күніге алдында и кешке қолданам. Бетім содан не істейм. Менің кейбір видеоларымда мен топикпен тізгенмін. Мен ең біріншісінде немде білмейтінмін ютубта қалай анандай өлімін қойым не істейді дегенде. Содан кейін болып түсіндім мен ютубта. Оны тағы да сотканы видеоны істеп жатқанда не істейді. Содан кейін үйреніп алдым да түсіре бердім. Мен аккаунтым көп емес. Менің көп аккаунтым жоқ. Тек қана 5-6 ғана аккаунтым бар. Менің ең біріншісінде өзім телефоным бар болған. Ол содан кейін бұзып қалды. Содан кейін оның сол аккаунттағы нелер сол жерде қалып қалды. Соған түсірейін десем, қазір ол телефоным істемейді. Мен қазір басқа телефоным бар өзімнің. Сонымен видео салып жүрмін. Осы ғой. Осы аккаунтта енді салып жатырмын. Уже көбейіп жатыр. Мен бірінші ютубта мен бұрынғы аккаунтымды көрем десеңіздер, ютубқа Ермек Аяна деп жазсаңыздар шығады. Соны іздеп көріңіздер. Сол кезде менің видеоларым шығады. Енді бетім жуайын. Читерді. Көпесін шығарсын, жүрек жолмай. Ал өзгерісті байқадыңыздар ма? Менің әр жерде түскенде, ең біріншісінде мен неде түскенде бұл макияж менде жоқ болады. Содан кейін бастап осындай нені қолдана бастадым. Мұның бәрі жылтырап, әдем болып жүр. Қасықтығына тарап, өзіме укладка жасып қояйын.
кешті оқығанымнан. Қазір ашайын. Мен шашым сонымен жоғаннан қандай болып тұр? Жылтырағына. Оғанда әрине макияж жасаймын. Менің өзіме шашым өзіме қатты жарасады. Осылай істесем жылтырағаны көрініп тұр, білініп. Мені шынымен шашымды көрсетейін бе? Менің шашым кекілім осындай. Міне. Читерді. Бір кейіпкер бар ғой, недегі? Бір мультфильмде бір кейіпкер бар ғой, жаманшы. Соны қысап тұр оқы. Осындай тұр, бірақ шаш кішкентай. Осындай тұрады. Қас соны сабам, соны сол суретті мені аямай көріп отырмын. Осындай уже мен ағам ағылшын тілінен сондай нелер үйретіп жатыр. Ағам анандай ағылшын тілін үйренем десеңіздер, мен ағама айтам, ағылшын тілін үйрете бастайды. Бұрында 6-7 жасында ол тіл үйренген. Тіл үйренген кейін ағылшын келді, орыс тілі. Қазір ол жүр ағылшын тілін үйретіп әркімге. Ағылшын ютубқа да салады, Америка Султан десеңіздер, өзі көрінеді, содан көріп айтып жүрсеңіздер болады. Всем пока!